Қайырлы күн, бастауыш сынып мұғалімдері. Біз сіздермен әдебиеттік оқу пәні бойынша оқу мақсаттарын жүзеге асыру жолдарын қарастыруды жалғастырамыз. Қарастыратын оқу мақсатымыз 2-1-2-1. Шығарманың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін автобус аялдамасы әдісін алайық. Бұл әдістің мақсаты шағын топтарда берілген тақырыпты талқылау және талдауды үйрену. Топтар автобус аялдамаларына бөлінеді. Әрбір аялдамада тақырып бойынша сұрақ жазылған, үлкен формат парағы қойылған. Талқылау барысында топтар бір-біріне кедергі келтірмес үшін кабинет бөлмесінің әр бұрышында автобус аялдамалары орналасады. Мұғалім әр топқа жаңа тақырыптың негізгі ұғымдарын параққа жазуды тапсырады. Белгілі уақыт ішінде топтар қойылған сұрақтарды талқылайды және негізгі ойларды жазып алады. Содан кейін мұғалімнің белгісі мен топтар сағат тілінің бағыты бойынша келесі автобус аялдамасына көшеді. Олар бар жазбалармен танысып, қажет болған жағдайда өз ойларын жазады. 3 минут ішінде алдыңғы топтың жазбаларын оқып танысады, бірақ түзетпейді, тек ескертулер мен ұсыныстарын жаза алады. Содан кейін келесі аялдамаға өтеді. 3 минут танысуға, талқылау мен жазбалар қосуға беріледі. Әр топ бастапқы аялдамасына қайтып келіп, барлық жазбалармен танысады. Топ спикерін сайлайды. Топ басшысы өз тобының жұмысын таныстырады, нәтижелерін көрсетеді. Соңында мұғалім барлық топтардың айтқандарын қорытындылап, қажет болған жағдайда түзетулер енгізеді. Тапсырманы орындау кезінде оқушылар сұраққа жауап беруді үйренеді. Келесі қарастыратын оқу мақсатымыз 2-1-2-1. Шығарманың мазмұнын дайын жоспар бойынша немесе өз сөзімен мазмұндау, үзіндісін мазмұндау, сахналау. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін рөлді ойынын ойнатуға болады. Әр топқа мәтіннің үзіндісін сахналау ұсынылады. Мұндай тапсырмалар мәтіннің мазмұнын терең түсінуге ықпал етеді. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытады. Ендігі қарастыратын оқу мақсатымыз 2-1-3-1. Шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне, бастапқы бөліміне сүйеніп оқиғаның соңын болжау. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін кідіріс пен оқу әдісін ұсынамыз. Оқушыларға шығарманың тақырыбын анықтау үшін мәтін бойынша сурет ұсынылады. Немесе мәтіннің бір бөлігі оқылғаннан кейін мына сұрақтарды қоюға болады. Әрі қарай не болады деп ойлайсың? Неге? Осы жағдайда кейіпкер не істейді? Кейіпкердің әрекеті неге әкелуі мүмкін? Шығарма қалай аяқталады? Оқушылар оқиғаның соңынан болжам жасайды. Мәтінді оқып танысқаннан кейін жасаған болжамдарымен салыстырады. Мұндай тапсырмалар оқушының қиялын дамытуға, болжам жасауға, салыстыруға, өз ойын дәлелдеуге көмектеседі. Келесі қарастыратын оқу мақсатымыз 2-1-5-1. Өз ойы мен сезімін тірек сөздерді пайдалана отырып жеткізу. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін қазына іздеу жаттығуын ұсынамыз. Қазына іздеу жаттығуын жүргізу үшін оқушыларға мәтін мазмұны бойынша іздейтін қазыналарының сипаттамалары беріледі. Қазына ретінде түйінді сөздер, сөйлемдер, нақыл сөздер, үзінділер алынуы мүмкін. Оқушылар әрбір қазынаны тапқаннан кейін, тапқан қазынасы туралы өз пікірін айтады. Мұндай тапсырмалар оқушылардың мәтінді зерделеп оқуына, өз ойын білдіруге мүмкіндік береді. Ендігі қарастыратын оқу мақсатымыз 2-2-2-1. Мұғалімнің көмегімен қарапайым және нақтылау сұрақтарын қою және оның жауабын шығармадан таба білу. Оқу мақсатын сұхбат алу әдісі арқылы жүзеге асыруды ұсынамыз. Тапсырма топта жүргізіледі, немесе барлық сынып оқушылармен жүргізуге болады. Оқушылар ішінен журналист, яғни тілші және бірнеше сұхбат беруші таңдалады. Тілші мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қояды, сұхбат берушілер сұраққа жауап береді. Бұл жерде сұхбат алушы мен сұхбат берушінің диалогы қадағаланады. Мұндай тапсырмаларды орындау арқылы оқушылар сұрақ қоюды және оған дұрыс жауап беруді үйренеді.
Қарастыратын оқу мақсатымыз 2-2-5-1. Мұғалімнің көмегімен көркем шығармадағы оқиғаның басталуын, дамуы мен аяқталуын анықтау. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін баспалдақ әдісін алайық. Тапсырма топта орындауға арналған. Оқушылар мәтінмен танысқаннан кейін мәтін бөліктерін баспалдаққа орналастырады. Баспалдақпен көтеріле отырып, оқиғаның басталуын, дамуын, аяқталуын анықтайды. Тапсырманы орындау арқылы оқушылар шығарманың мазмұнын терең түсініп, оқиғалардың ретін есте сақтайды. Келесі қарастыратын оқу мақсатымыздың бірі 2-2-6-1. Кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез-құлқы мен іс-әрекетін бағалау. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін суретті әңгімеле әдісін алайық. Оқушылар шығармамен танысқаннан кейін шығармада бір кейіпкерді бейнелейтін сурет ұсынылады. Оқушыларға сурет көрсетіліп, оны сипаттау сұралады. Алдын ала топ оқушыларына тірек сөздер тізімі жазылған парақша беріледі. Топтар берілген сөздерді кейіпкер бейнесін ашуда қолданады. Оқушылар тапсырманы орындау арқылы мәтінді зерделеп оқиды, кейіпкерлерді салыстырып баға береді. Қорытынды жасап үйренеді. Ендігі қарастыратын оқу мақсатымыз 2-2-7-1. Мұғалімнің көмегімен шығармадағы көркемдегіш құралдарды, теңеу кейіптеуді табу. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін пирамидалық талқылау әдісін ұсынамыз. Топтар мәтіннің ішінен көркемдегіш құралдарды тауып, мағынасын анықтайды. Төртбұрыштың сыртқы бөлігіне топтың әр мүшесі өз жауабын жазады. Ал ішкі төртбұрышқа төрт пікірге ортақ түйінді ой жазылады. Тапсырманы орындау кезінде оқушылар мәтінді талдайды, өз ойларын дәлелдейді және ортақ пікірге келеді. Келесі қарастыратын оқу мақсатымыз 2-3-1-1. Мұғалімнің көмегімен оқылған шығарманы бөліктерге бөліп жоспар құру. Оқу мақсатын пазл әңгіме әдісі арқылы қарастырайық. Топтарға шығарма бөліктері қиылып таратылады. Оқушылар берілген бөліктерден мәтін құрастыру тапсырылады. Әр бөлікке ат қойып, жоспар құрастырады. Соңында оқушылар өз жұмыстарымен жалпы сыныпқа ұсынады, жылжымалы топтарда бөлісулері не болады. Мұндай тапсырмалар мәтінмен жұмыс жасауға, сөздік қорын дамытуға ықпал етеді. Келесі қарастыратын оқу мақсатымыздың бірі 2-3-3-1. Шығармашылық жұмысын мұғалімнің көмегімен сурет, каллиграмма, аппликация, фото суреттер арқылы ұсыну. Оқу мақсатын жүзеге асыруда оқушылар шығармашылық жұмыстарын коллаж түрінде ұсына алады. Оқушылар шығармашылық жұмыстарын жеке, жұпта, топта орындайды. Тапсырманы орындау кезінде оқушылардың қиялы, ойы дамиды, сөздік қор молаяды, өз ойын дәлелдейді. Құрметті әріптестер, біз сіздерге 3-ші тоқсанның оқу мақсаттарын жүзеге асырудың кейбір жолдарын ұсындық. Назарларыңызға рахмет.